Сәлем достар, бүгін біз ерекше тақырыпта сөйлесеміз. Қазақтың ойшыл философы Омар Қараштың неден қорқам өлеңдегі ақынның қорқынышы психологиялық тұрғыда талдап көреміз. Қорқыныш деген не өзі? Бұл әлсіздік пе, әлде адамның рухани себептігі ме? Осы сұрақтарға жауап алу үшін бүгін бізге қонақта психолог маман Расул Болатқызы отыр. Сәлеметсіздер ме? Омар Қараштың қорқыныштары жай ғана сезім емес, қоғам мен адам жанын айнасы деуге болады. Өлеңнің алғашқы жолында аждаһа алты баста жаудан қорқам, бүлдірген ел арасын даудан қорқам дейді. Сізше оны не білдіреді? Мұндағы аждаһа надандық пен зұлымдықтың символы. Ақын нақты жаудан емес, адамның ішкі жауынан қорқады. Яғни ашкөзді, қызғаныш, өзара жауластық сияқты психологиялық дерттер. Бұл рухани күйзеліс, әлеуметтік фобия түрі. Ал жатып шылқау, ден саудан қорқам деген жол ше? Бұл жерде ақын жалқаулық пен енжарлықтан қорқады. Психологияда бұны ішкі мотивацияның өшуі дейді. Яғни бұндай жағдай қоғамның дамуын тежейді. Ақын содан шошынады. Ақын түзіліп соқып діні сатқан деп те айтады. Бұл жылдарда қандай психологиялық барын көреміз? Бұл екі жүздіктен туындаған қорқыныш, Омар Қараш жалған діндарлықтан, сырт көзге ғана жақсы көрінгісі келген адамдардан қорқады. Себебі мұндай мінез қоғамның сенімін бұзады. Бұл моральдық фобия түрі, яғни адамгершілік құндылықтарының төмендеуінен туындаған үрей. Ал ақын өлең соңында адаспа, аңдық етпе адам ұлым, көрінген о бір сағының көзіне елес дейді. Бұл жолдарда қалай түсіндіруге болады? Мұнда қорқыныштан шығу жолы бар. Ақын адамға бағыт береді. Қорыққанмен сен адаспа, табиғатыңа қарсы шықпа дейді. Бұл позитивті фобия. Яғни қорқыныш арқылы адамды жақсы істерге итермелейтін үрей. Сонымен Омар Қараштың қорқынышы әлсіздік емес, рухани биіктіктің белгісі. Осы қорқыныш адам мен қоғамды оятқысы келеді. Қорқыныш адам тоқтатпайды, керісінше ойлануға итермелейтін күш. Ақын соны дәл сезінген. Тыңдағандарыңызға рахмет достар. Өлең арқылы қорқынышты түсініп, оны рухани күшке айналдырайық.